Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз жақында үйленген достарымыздың үйіне қонаққа барамыз. Достарымыз жаңа үйге қоныс той жасап, келін шайға деп шақырып жатыр екен. Сол себепті үйлеріне қажет болады-ау деген ниетпен шаруашылық тауарларынан арнайы сыйлық жасағым келіп отыр. Оның ішінде дәретхана қағазы бар, дәретханаға арналған тазалағыш құрал, мынау да сол дәретханаға арналған фаберликтің құралы. Осындай мақта менен құлақ тазалайтын зат, кір жуғыш ұнтақ, фаберликтің барлық нәрсені жууға арналған осындай құралы, кір жуғанда пятновыводитель, ас үйге арналған осындай тряпка, сым, губка, тіс жууға арналған паста, сабын және әзіл ретінде осындай сыпырғыш алған болатынбыз. Қазір бұған бантик байлап, букет ретінде сыйлайтын боламыз. Міне, коробканың ішін осылай үйге қажетті шаруашылық тауарларымен толтырып қойдым. Бұл достарымызға арналған әзіл ретінде және пайдалы сыйлық болады. Қазір осы коробканы осындай упаковочный қағазбен әдемілеп орап қоямын. Мінекей, апаратын сыйлығымыз дайын тұр. Ал мынау қазір үйіне апарып шашатын шашуымыз. Үйіне келіп тұрмыз деп. Шашуға дайын. Hoş geldin. Спрос жинау керек дейді. Видеосында негізі. Не халявы туа. Это камера. Привет. Айнас. No, Айнас. Қымбаттың жайған дастарханына қарап жерінсен. Қош келіп жатырмыз. Рахмет. Түрге шайырыңдар. Мына кісі уже бастап кетті. Айнас, Нара. Не жеп жатсың? Помада Нара. Кім сүйіп отыр сені? Жеткен ғайсик. Нам бәрі бізге Қыздың атынан келген жасауы бірінші рет жайылып жатыр. Келін шайға келдік. Қыздың жасауы күшті екен деп тілек айтамыз. Соған көрімдік береміз. Көрімдікке қанша теңге алып келдіңіз деп. көп десең. Қымызында сыртына қызығып отырмыз дейсің. Арақ екен деп ойлап қалып отырмыз. Абсолютно Халал бәрі. Қызылординское оформление. Королевское оформление ғой деп атсам, мына жақта бір кісі әйелінікін айтып
Қызылорданікі деді ғой. Мен де өзім қазір Одессидікі не шешті? Күші кен жылдап тұрдық та. кішкене бір күшті не обид қоямын. Стильді запылдым. Не bileyim, креативный продюсер. Иә. Қымбаттың арнайылап пісірген мантысын жейміз қазір. Бізге тілек досымыз осындай күшті БНТ турда келіп бір. Достығымыздың жаңа кезеңі келін шайға келдік деген. Надписпен дейсің. БНТ тур. Көрсетіп сіздерге ашып көрсетейін. Так. Өте әдемі. Ой, аңшылмай қалды. Тілек деген тойларыңызда қосшы бала болған жігіт Иә, дейсің. бізде Қызылордадағы тойда, ұзату тойда Асылжанның жолдасы болып келді, құда бала болып. Қалай атқарған міндет ұнады ма? Иә, ұнады. Қосшы бала болуға. Бәрінен аға секілді ол дейсің. Да. Та-да! Ух ты. Тілек молодец. Идея дейсің. Иә. Рахмет, тілек. Өте күшті. Ертең берші жейміз. Кешкі шайға десерт дайын дейсің. Давай общий сәлем салайық. Лишний зат сізге. Шекер асырайын. Бақты отырған. Беші басыма орамал жоқ дейсің. Современный Салтанатты қоймалайын ба басыма? Кім салтанатта? Жоқ, салтанатты Сол маған ешкім батыстың сәлемін сал деп айтқан жоқ, сол үшін Қызылорданың сәлемін салып жүрмек көне. Былай дегенде салмайды екен. Оны салып тұрғанның өзі. Осылай саламыз біз сәлемді. Папа алған кезде тоже солай сәлем саламыз. Азаматтың сақтайын. Мен үстіне аударып алуым мүмкін дейсің. Бізде Қызылордада жоқ қой бұндай. Аударып ал ешкім етпес. Біз бір неде орында отырып күлеміз. Неде күлмейміз төбеде. Букет. Корейский стильде. Да? Так. Жоқ просто Естігендеке білмеу керекпіз ғой дейсің. Қазір алдын айтып. Сүбей қалып тайып жүрсің. иә, сол айтып қой, алдын ала кішкене. Альфтің любимый Патриган. Айсенге айтады, носки керек Патрикпен. Да? О, күшті. Tamam, koyalım versin. Сақан берем деп. Так, жыртылашы беремін. Бізбіре. Жырталмай Ашқан кезде реакциямызға бір тұрады. Bir yaş. Күшті. Да ішіндегі бүкілі керек дейсің. спорттықшы поэзия логично тұрады. Не үшін корейский деген түсіндіңдер ма? Иә. Ана бір үй алған кезде туалетті бумага практеді, бір рулон ба, бір не. Упаковкада. Просто так подарок алып бармын. Рахмет. Классно. Алмабек жақсы болды дейсің. Мен бүйтіп өтемін. Сақинамызды көрсетті. Жас жұбайлардың үйіне келген сыйлық. Қалай, ұнады ма? Маған ұнады енді, асыл қалды. Асеге басқа нәрсе күткен сияқты ғой. Носки. Патрикпен. Мұны саған. О, саған. Сен вроде осымен қолданасың деп. Қоныстарың құтты болсын. Шай қалай екен, тәтті ме екен? Ақсын беріңдер еді. Ақсын беріңдер. Сатылатын ақшаға сатылатын шай ішіп өтсіңдер.
сразу дейсің. Мен құда жапас кетейін. Чечкенский дейсің. Соттайды екен чай. Оскар беру керек. Сен кішкенский. Иман болсын, жолдасын, Аллах өзі қолдасын. Пешсегесін еңізге жаманда еш болмасын. Отбасыңызға бақ берсін, ұзақ өмір жас берсін. Азаймасын көбейсін, басыңызға ауыспас берсін. Ал енді аса қымбат, құрметтеріңізге көптен рахмет. Осылай жас күндері жас дастарханда жола берейік. Отағасы Қымбат шайың тәтті болды, барлығы дәмді болды. Көп рахмет. Бізді осылай шақырғаныңа бек рахмет айтамыз. Қоныстарың құтты болсын, құрған шаңырақтарың биік болсын, іші жанға толсын, сырты малға толсын. Ал енді келіншайдан қанша таптың, сол қызық дейсің. Бірге сондай қылыстар. Бүкіл осы жақтағы адамдардың да бесінен беріп шығасы келді. 15, 20, 25, 30, 35. Да? Не істейсің енді бұл ақшаға, не план деп? Білмеймін дейсің. Негізі келген ақшаларын жинап жүргем. Араласып кетті. Бөлек бірді мен алам негізі. Бұйырса, планда бар. Қазір сол ойыңа бірінші келген планыңды айтып жібер. Айналу керек. Испанияға айналам деп жүргем. Соны артынша бұйырса. Сол күтіп жүрген, байғанымызды күтіп жүрген. Бүгін байған секілдімін дейсің. Сол. Күшті. Атырау ұнап жатыр ма, қалай? Атырау, я негізі былай көп шығып жатқан жоқпын, бірақ в целом ұнап жатыр. Жалпы тұрмыс құрғаныңа қазір қанша уақыт болды? Так, 2 аптаға таяп қалды. Енді 2 апта болсақ та. Әзірге жақсы. Қызық, бірақ әлі андай сезін алмай жатырмын, өйткені асыл азынан кешке дейін жұмыста. Жалғыз болғаннан кейін андай ұйқыдан ондайда проблема болатқан жоқ дейсің. Обедке дейін ұйықтап дейсің. Солай. Ата-енемнен бөлек тұрғаннан кейін тоже андай не болып жатыр. Шамалы еркіндік бұрынғы өмірім текчесті, бірақ асылмен, арумен ол басқа бір особо не жоқ, разница жоқ. Тағы қандай қызықтар болды кейіндік өмірің жайлы, бір-екі қызық айтып жібер. Баған дастархан басында айтып кеттім дейсің. Атамның қолына ыстық шай басып алдым. Төбеде шай құйып жүрген кезде бізде Қызылордада олай шай құйып жоқ, негізі. Сол қызық болды, одан кейін. Так. Ұйықтайын деп 12-де тұрғаным дейсің. Ең алғашқы пісірген тамағың? Сол не болды? Сырнеге картошка қостым. Бірақ өзім басынан аяғына дейін істеген самса болды. Типа ешкім қасымда болмай. Я, ол ата-енеңе берген тамағың ғой, иә? Ал күйеуіңе бірінші тамақ? Жаңағыдай рис с мясом, с личным соусом. Асылжанның заказымен. Асылжанның заказымен, иә. Соны жасадым. Қалай, Асылжан достары қалай екен, ұнады ма? Келіншай қалай өтті? Маған баяғыдан ұнап қойған дейсің. Баяғыдан ең бірінші танысқаным Нұрлы болды ғой. Нұрлы болды, Аман болды. Солармен танысқан бірінші, одан кейін сендердің кругтарымен бір таныстым. Сен келіншайына барған уақытта 3 жыл бұрын сіздің тілектермен, салтанаттармен тоже сол уақытта танысқан. Сол кезден бастап уже не істеп кеттік қой. Дос бол. Жақсы араласып. Уже андай менде сол уақытта уже жақсы көзқарас қалыптасып қалған, сол үшін әліге дейін солай. Күшті, ұнайды. Комфортты, өзімді бөтен сезінбеймін дейсің. Ыңғайсыз сезінбеймін. Барлығы, типа 2 жас сондай ғана разница. Сол үшін қатты емес, жақсы. Асылжанды қалай сақтап қойдың телефоныңа? Бұрыннан асыл деп жүректе тұр қызым. Жұбайым деп өзгертпейсің ба дейсің? Жоқ. Өзіме солай комфортно. Қалай еркелетесің? Асыл деп айтам. Асыл, жан деп айтам. Ол көбірек еркелетеді маған қарағанда. Оның қалай сені еркелеткені ұнайды? Так. Жүрек дейді көбінесе. Жүрека деп айтады дейсің. Соған байланысты бәрі де. Сол көбінесе соны айтады. Влог қалай, ұнады ма? Тойдан шыққан влог? Я, влог күшті өте қатты. Прям бәрімізге ұнады. Біз мама екеуміз отырып
Асыл экөөбүз көрүп отуруп бир көрдүк, мамаммен бирге тагы эртеңине бир көрдүк. Биз өткөн түндө чыкты го. Биз түндө көрдүк ол мени, блогду көрүп барып уктадык. Эртеңине уже мама касымызда аткан кезде мамага көрсөттүк, тагы көрдүк. Ол мама деген кайта карады, сонымен күчтө унады. Кай жери унады? Бүкүлү унат. Прям бүкүлү. Видеонун басынан аягына чейин жанагы өлеңди жазган убакытка ауысып кеткен кезде, сол кездерде прям ичине күчтө косулган видеого. Идеясы күчтө вообще. Биздин видео түсүрүү, блог түсүрүү деген идеянын өзү дейсиң. Мисалы биздин тойдан күчтө эстелик болуп калды. Өзүмүзге даже бизге де күчтө эстелик да ол. Ссылка төмөндө дейсиң го да. Карап жибериңизчи. Подписывайтесь. Ана ким Назиркенин сөзүн айтып койгон дейсиз. Каналга жазыламыз Каналга дейсиз. жазыламыз деп. Лайк басабыз деп. Обязательно. Иә. Биште осы блог жасаңдар, менин көрүп аткан таныстарым бардыктарын ятка калтырмай, лайктарыңды басып, комментарияларын жазып кетиңер. Ана кымбаттын подругасы, биз кымбаттын танысымыз деп жазыңдар. Кымбаттан келдик деп ба? Кымбаттан келдик деп жазыңдар деп. Рахмет көп. Қазір мен жас жұбайларға блиц опрос жасайтын боламын. Сұрақтарымды қоя берейін, я дайынсыздар. Тез жауап беру керек. Иә, тез жауап беру керек. Үйде кім ерте тұрады? Мен Жұмыстарда? Неше тұрасыз? 6:30. Бірінші болып кешірімді кім сұрайды? Мен Ақшаны кім жақсырақ ұстайды? Мен. қымбат. Ас үйде шеф-повар кім? Мен. Қымбат. Романтик болуға көбірек бейім кім? Мен. Телефонды көбірек қарайтын кім? Мен. Чисто ризын. Қайын жұртпен араласатын кім? Мен. Аслында араласып аткан жок, менин мама папа мен дейсиз. Енді араласып болашакта. Шоппингті ұнататын кім? Ұрыс шықса бірінші жымиятын кім? Болашақта балаларға қатаң ата-ана кім болады? Солай сияқты. Солай болады. Солай болатын сияқты. Кешке жүр серуендейік дейтін кім? Мен. Мен и Иә, пайда асылда. Бір рет қана шықтық қой деген дейсің, елу дегенде. Түнде көрпені тартып алатын кім? Тойдан кейін балайын қайда өткіземіз деп бірінші сұраған кім? Әзіл қой кім? Рахмет, бітті дейсің сұрақ. Күшті. күшті сұрақтар.